Сәлем, бүгін сіздермен үй жағдайында шашлик әзірлейтін боламыз. Алдымен тауықтың төс етін майдалау 4 бұрышты етіп тураймыз. Сіздер қаласаңыздар үлкендеу етіп турасаңыздар болады, себебі тауық еті піскен кезде кішірейеді. Ал менің таяқшаларым кішкентай болғандықтан майдалау етіп турадым. Ыдысымызға сұйық май, тұз, қызыл бұрыш, куркума, және де паприка саламыз. Араластырамыз. Енді осы соусымыздың ішіне туралған тауық етін саламыз. Жақсылап араластырамыз. Бетін жауып манировать етудің қажеті жоқ, себебі бізде тауық еттері өте тез пісетін ет. Осындай таяқшаларға біртіндеп өткіземіз. Қаласаңыздар қызанақ, болгар бұрышы өткізсеңіздер де болады. Міне барлығын өткіздік, 20-25 минутқа пешке пісіріп шығарамыз. Көп жұмсақ қызарып піседі. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.